Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Сағат түнгі 12-ге таяп қалған. Шәнебек әдеттегідей бүгін үйге теңселіп кірді. Тағы ішіп алған. Табалдырықты аттай бере сүрініп жығылды да жарды жағалай жүре ортаңғы бөлмеге енді. Кіре сала жан-жағын көзімен сүзіп, орындарға қараз дегендей айналасына жалтақ қарайды. Барлық бөлмені шолып шықты да әйелі Жанар отырған төргі бөлмеге кіріп келді. Жанар күйеуінің келгенін естісе де елемегендей. Бас көтеріп, кімнің келгенін көруге мұршасы жоқ. Таңертеңгі сабағына дайындалып отыр. Мұнысы Шәнебектің ашуына тиді. «Ей қатын, көрмейсің бе мен келдім? Тамағың қайда? Қағаздарыңа жабысып қалдың ба?» деді дауыстап. Жанар тым демеді. Әншейінде күйеуінің ұрысына айтары даяр тұратын Жанардың бүгін бірдеңе деп жауап қайтарғысы жоқ. Егер бірдеңе дер болса, тағы да күйеуінің таяғына шығылып, таңертеңгі өтетін ашық сабағына дайындығы жайына қалады деп қорқады. Сондықтан сөйлесем бәлеге қалармын деп үнсіз отыра берді. Шәнебек десе мә деп жауап қайыратын Жанар өзінің бүгінгі үнсіздігіне қайран қалуда. Бұрындары қарап қалмайтын. Онысы Жәнебекке де жағатын. Өйткені өзіне кері жауап қатса, сен қатынға тіл шығыпты деген сылтаумен байғұсты көк ала қойдай сабап сыбағасын беретін. Тіпті айызы қанғанша тоқтаусыз ұратын. Мұнысына куә болған жақын жуығы Жәнебекке «Тәубеңе келсеңші, қатын дұрып абырой таппайсың. Шаңырағыңның берекесін қашырып, өз қолыңмен шайқалтпасаңшы» деп талай ақыл айтқанды. Бірақ мұны құлағына қыстырып жатқан Жәнебек жоқ. Өзіне жаны ашыған жақындарына «Менің шаңырағымда шатағың болмасын» деп жауап қайыратын ол. Бірде Жәнебек Жанарды жұдырықтың астына алып жатқан сәтінде үйге жолдасы Нұрғиса кіріп келген. «Шәке, қойсаңшы» деген ол досының білегінен ұстап сыртқа шығарып алып, «Әйелді ұрғаннан не ұтасың? Айтшы маған, осы уақытқа дейін тепкіге алып төпелеп келесің. Ұрғаннан ақыл кіре ме? Ақыл кірсе ашуыңда ауыздықтай алар едің ғой. Болмашыға бола жұдырық ала жүгіре бермес едің. Сыйлатқың келсе, өзің сыйлай білуің керек емес пе? Бәрін қойшы. Ана, балаларыңды аясаңшы досым. Сендер үшін жаны жараланып, жылағаны жаныңа батпай ма?» деді Нұрғиса Жәнебекке. «Нұреке, дұрыс қой айтуың. Бірақ мен Жанарды себепсіз ұрмаймын. Өзі тілінен табады. Таяққа өзі сұранады. Сосын қалай ұрмайсың?» деген сонда Жәнебек досына. Бүгінгі жағдайға Жәнебек те біраз таңданып қалды. Әдеттегі жағдайға үйреніп қалса керек. Бірақ біраз сәттен соң Жанардың сұрақтарды жауапсыз қалдырып, жұмған аузын ашпай отырғаны да ашуына тие бастады. Аяғын тәлтіректей басқан күйі Жанардың жанына келіп, «Тіліңді жұтып қойдың ба? Әлде менімен үндемес ойынын ойнауға көштің бе?» деп сөзбен түйре кетті. «Жәнебек, мазамды алмашы. Сенімен сөз таластырып дауласқым келмейді. Көріп тұрсың ғой, жұмыс жасап отырмын. Таңертең ашық сабағым бар» деді Жанар. «Ой, жұмысыңды сенің. Қазір қағаздарыңмен қосып қиратармын сені» деп қора секілді қоқиланып қояды. Өзін жан алғыш әзірел көретіндей тіпті. Жанар осына мән бермегендей кейіп танытты. «Шәке, Құдай үшін демала қойшы, балалар да демалсын» деді жалынышты түрмен. Балалар деген сөзге жібіді ме, әйтеуір бұл жолы Жәнебек «Қатын, бүгін сенің жолың болды, Құдайыңа рахмет айт» деді де аяғын сүйрете басып балалар жатқан бөлмеге ентеледі. Онда қызы әдемі мен ұлы дастан жер үстелдің жанындағы төсекті ұйықтап жатқан еді. Үстелдің үстінде қызының кітап-дәптерлері шашылып жатыр. Жәнебек ұл қызының жанына жақындап, олардың ұйықтағанын қызықтап қарап тұр. Аяғы талған ол балаларының аяқ жағына отыра кетті. Кенет үстел үстіндегі тұрған қағаздың бетінен «Құдайға хат» деген жазуға көзі түсті. Үңіле қарап тұр. Жақындай түсіп қағазды қолына алды. Тайға таңба басылғандай жазу қызы әдемінікі екен. Жәнебек дереу хатты оқи жөнелді. «Құдай, сіздің барлық адамның тілегін орындайтыныңызды білемін. Менің тілегімді де орындаңызшы, жалынамын» деп бастапты қызы жазған хатын. Жәнібек хатты ары қарай оқи түсті. «Құдайым,
Мен әкем арақ ішпесе екен деп тілеймін. Ол енді арақ ішпейтіндей ете аласыз ба? Ол ішіп келгенде күнді жек көремін. Сау кезінде одан жақсы адам жоқ. Ал ішкенде оны танудан қаламын. Соңғы уақытта күн қорқатпай ішіп жүр. Үйге келіп бәріміздің мазамызды алады. Әсіресе анамның мазасын алды деген жай сөз анамды ұрады. Оны қатты аяймын. Жаным ашиды. Білесің бе, бірде әкем ішіп келіп анамның ішінен депті. Ол кезде анам жүкті болатын. Інім өмірге келеді деп күткен едік. Өкінішке орай одан айырылып қалдық. Сол кезде анам әкем өліп қалса екен деді. Бірақ мен оның өлгенін қаламаймын. Өйткені әкемді жақсы көремін. Анамды да. Екеуі ұрыспаса екен деймін. Бізге олар Дастан екеумізге тату болыңдар дейді. Бірақ өздері үнемі ұрысады. Құдай, оларға айтасыз ба? Тым құрығанда біз үшін тату болсын. Үйде тыныштық болғанын қалаймын. Оған айтыңызшы, енді ішпесін, біздің тыныштығымызды бұзбасын. Түсіне кіріп, айтсаңыз сізді тыңдайды. Осы тілегімді орындаңызшы, деп аяқтапты әдемі жазған хатын. Жәнібектің жанарынан тамған жас қолындағы дәптердің бетін жуып өтті. Қызының жазған хаты қатты әсер етті ме? Әйтеуір жасын тыя алар емес. Осы сәтте өзі жар етіп алған адамына жасаған қиянаты мен қорлығы көз алдында көлбеңдей берді. Қызының жазбасынан соң ес жиған Жәнібек осыған дейін барлық азапқа шыдап жүрген әйеліне жан ашып кетті. Өз-өзіне ызаланған ол: мен нағыз көрсоқырмын, балаларымның бақытын ұрлаған, өз үйімнің берекесін қашырған не деген сорлы адам едім, дейді іштей. Әйелінің жанына келіп, бәрі үшін кешірім сұрап, алғаш үйленгендегідей құшағына қысып, бауырына басқысы келген. Бірақ бата алмады. Қызы мен ұлының жанына жақындап, екеуіне көз алмастан қарап тұр. Қызы әдемі, Дастанды құшақтаған күйі ұйықтап жатыр. Әдетте әдемі Жәнібек мас болып келсе, Дастанды ертіп бөлмеге жүгіреді. Бүгін де сол әдеттегі ісінен жаңылмады. Әкесі үйге кірген бойда жылаған інісін жұбатып, оны ұйықтатпақшы болды. Өйткені Дастан әкесінің ішкендегі айқайынан қорқатын. Түпкір бөлмеге тығылған күйі шықпастан қалады. Жанар Дастан екеуіне әркез шықпаңдар дейтін. Бұған балалардың еті әбден үйренген. Бүгін де әдемі төрттегі інісін алып ұйықтатып әлек. Өзінің де ұйқысы келген. Бірақ әкесі тағы да анасын ұрама деген қорқыныштан көзін іле алар емес. Құдайдан әкесінің арақты қойғанын тілеп жатыр. Соны қайталап айта берді. Сөйтіп жатып ұйықтап та кеткен еді. Бала ғой. Шаршағаннан суық түсіп, түк білмей ұйықтап жатыр. Әлгі хаттан соң Жәнібек қызына ұзақ қарап тұрды. Қаршадай қызының көңіліне қаяу салғанына қамықты. Қызының жанына жақындап, шашын сипап, маңдайынан сүйді де: қызым, мен енді арақты татып та алмаймын. Сөз беремін. Сен үшін, Дастан үшін және анаң үшін. Енді ішсем адам болмай кетейін. Балалық бақыттарыңды ұрлап, өзімнің құр құлқынымды ойлағаным үшін сендерден кешірім сұраймын. Мен енді сендерді бақытты ету үшін ғана өмір сүремін. Сендердің кіршіксіз көңілдеріңді кірлетпеуге, аналарыңды жылатпауға тырысамын. Құлындарым менің, деп Жәнібек көзінің жасын сүртіп, қызының жазған хатын төс қалтасына салды да балаларының жанына шандая кетті. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.